Әулем ассаламу алейкум. Мен Кайып Наурыз, Өзбекстан Jiu-Jitsu Федерациясы Қарабақстан бөлім басшылығымын. Ассаламу алейкум әммеге, мен Боскут Файтинг Академия тегершісі Хашим Хумайын боламын. Ассаламу алейкум барша, мен Қарақалпақстан Республикасы Jiu-Jitsu Федерациясы старший тренер Тимур Басарбаев. 2025 жыл жүдә табысты жыл болды біздер үшін. Jiu-Jitsu һәм MMA бойынша көптеген жетістіктерге ерістік. 14-18 февраль күндері Таиландтың Бангкок қаласында өткен жастар ортасында Азия чемпионатында бір алтын, екі бронза қола кірттік. Алтында Бақберген Аллайыр һәм қызымыз Ғұламова Камала екі бронза медаль қола кіртті. 26-30 апрель күндері Самарқанд қаласында өткізілген Өзбекстан чемпионатында Қарабақстан спортшылардан 305 спортшы қатынасып, 34 алтын, 38 күміс, 87 бронза медальмен командалық есапта бірінші орынды жеңіп алды. Hem de 21-26 May günü Yardaniyan Amman қаласында болып өткен 21 hem de Adults ortasında Azya çempionatında 3 altın, 3 күміс hem de 8 bronza medalменен шахс нәтижелерменен елімізге қайтуға тырыстық. 1-15 ноябрь күндері Таиландтың Бангкок қаласында Жаһан кубогы болып өтті Jiu-Jitsu'дан. Біздердің Қарақалпақстан спортшылар 1 күміс, 5 бронзаға ие болды. 2025 жылдың соңғы жарысы, яғни 5-8 декабрь күндері Ташкент қаласында Өзбекстан кубогы жарысы өткізілді. Өзбекстан кубогы жарысында Қарақалпақстан спортшыларына 310 спортшы қатынасып, 32 алтын, 42 күміс, һәм де 72 бронза медальдерін жеңіп алып, командалық есапта бірінші орынды жеңіп алдық. Өзбекстан кубогы һәм Өзбекстан чемпионатларында 3 жыл қатары Қарақалпақстан командасы бірінші орынды жеңіп алды. 4 жыл ішінде бұл үлкен жетістік. Өзбекстанда ең алдыңғы команда. Ол қалай деп ойлайсың соны? Бұны нәтижелерге ерісу үшін біздердің әрбір районның спорт школалары, спорт мектептері, сонша тренерлер бірігілікті жұмыс алып барғаны, біздерді әрбір жарыстан алдын Өзбекстан чемпионаты, Өзбекстан кубогынан алдын өзімізде отборлар болып өтеді. Қарақалпақстан кубогы болады, Қарақалпақстан чемпионаты болады. Сол жерде уже бір спортсменнің кемінде 4 или 5 адамменен күреседі. Сонша адамдармен күресіп, опытларын алып Өзбекстанға барғанда да сол жиналмай жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр деп ойлаймын. Қазақстаннан 3 төрешілер құрамына кіртілді. Кейінгі жылға кемінде 7 или 8 төрешіге шейін араластыратын балаларымыз тайын тұрыпты. Тағаташ районында Jiu-Jitsu центр шөкілместірілді. Ол да қазіргі күнде Тағаташ районының Jiu-Jitsu спортының көптеген рауаждануына, һәм халықаралық жарыстарда да көптеген орын алуына үлкен үлес қосып жатыр қазір. Қарабақ спортына қанша шариғат жаратса, сонша жетістікке ерісе аламыз. Және бір жаңалығымыз Боскут Файтинг Академиясы шөкілместірілді. Мен өзім сол Боскут спорт академиясы бойынша мағлұмат айтып бер. Боскут Файтинг Академиясы 2025 жылдың июнь айынан бастап іске түсіп бастады. Ислам Адембаев достыммен бірге ашып барып не жатырмыз. Қауынделікке келетін болсақ, өздерімізден кредит алып, сондай қылып ашып, ешқандай қауындер былай не қылып жатқан жоқ. Ағаларымыз бар, бір-екі ағаларымыз қол жәрдем еткен, қол созған. Денсаулық сақтау министрлігі Мұрат аға Құрбановқа алғысымыз шексіз, көптен көп рахмет айтамыз. Көп адам айтады, мысалы, начинатайым, мысалы, Боскут академия әркім бөлек-бөлек ба. Әммеміз бір командамыз. Жөнеліс болса, әркім өздерінің жұмысын атқарады бұл жерде. Біргелікте жұмыс алып, біргелікте сбор, әммезат бірге болады. Біздердің ол бір командамыз, ол айрықша команда емес. Jiu-Jitsu бойынша жылдың ең жақсы тренері номинация кімге ұсынуға болар еді осы жыл? Номинация бере алмадық биыл. Видео арқылы беріп, подаркаларын өздеріне жеткізсек қалай қарайсыз? Болар енді өзіңіз старший тренер, мәселен, федерацияның уәкілі есебінде. Қарақалпақстан кубогы болды. Уақытында да Тағаташ районы жақсы нәтиже көрсетті. Мен Тағаташ районынан Жасыр ака Тәжібаевты ұсыныс етеді. Онда жылдың ең жақсы тренері Тәжібаев Жасыр аға Тағаташ районы тренерлер командасына береді. Өзбекстан кубогында актив қатынасы, Өзбекстан чемпионатында актив қатынасы, Таиландта өткен Жаһан чемпионатында актив қатынасты. Тимур саған не? Jiu-Jitsu бойынша жыл спортшысы. Жылы болып өткен чемпионат Азияда бірінші орын, кіші кубок Өзбекстанда да бірінші орын. Әмме жарысы енді бірде бермеге жатыр осы бала. Хумайынға. Хумайынға бересің ба? Хумайынға. Хашим Хумайынға бересің жыл спортшысын. Jiu-Jitsu бойынша. Jiu-Jitsu бойынша. Подаркын үйге береміз. Номинация анықтағанда біздер 5 Қарақалпақстан, 5 Өзбекстанды анықтап отқан жоқпыз. Бұл жерде өздеріміздің клубымыздың ішінен өздеріміздің
федерациямыздың ішіне алып қалыппыз. Яғни бұл жерде қанша қаралып жатыр? Начинайдан Қарабақстан, Амдек өз Қарабақстан жүзу федерациясының істеген жұмыстары бойынша қаралып жатыр бұл жерде. Жылдың ең жақсы ММА спортшысы. Жылдың ең жақсы ММА спортшысы Қадамов Амир. Обязательно. Согласны, да? Согласен. Жылдың ең жақсы медиа партнер онлайн строй. Hamda Akon Тажиддинов, яғни Akon рэпер, көптеген біздердің Октагон лига болсын, Өзбекстан чемпионаты болсын, өздеріміздің видеоларымызды халыққа танытты, көптеген жақында жәрдем берді. Яғни онлайн строй Зафар досымызға үлкен рахметтер айтамыз. Өткенде Октагон лиганың уақытында бастан аяқ өзік ролигін түсіріп берді, историяларын істеп берді. Яғни бұл онлайн строй қазір Ташкентте тұрып Қаралпақтың блогерлерінен гөрі көптеген жәрдем беріп жатыр. Біздер жақында таныстық, бірақ өзі Қаралпақтың абыройын көтеру үшін қанша жәрдемдесіп жатыр. Мен блогерлерге не десең сол бойынша. Блогерларға айтатын гәп жоқ, оларға олма. Гәп жоқ па? Біздерге мәселен финанслық тарифтен қауындерін болмады осы жыл. Ең жақсы жәрдем берген біздерге Қарабақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Мұрат Құрбановқа көптеген рахмет айтамыз. Яғни біздердің Боспорт академиясының шөкімдестіруіне үлкен үлес қосты. Миннеттаршылық білдіретін шөкімдеріміз бар. Яғни спорт мектептер жүзу спортының рауаждануына көптеген үлес қосты. Спорт ашылғаннан бері мәселен тренерлеріміздің жұмыспен тәмінлеп қойды, спортшыларымыз жарысқа баруына жақында жәрдем беріп отыр. Аташ район спорт мектебінің Фазыл аға директоры, Қоманай район спорт мектебінен Руслан ағамызды, республика жеке күрестен Рүстем Леназаров, Шымбай районы спорт мектебі, Қоңырат районы спорт мектебі, Хамдек Нүкіс қалалық бірінші, екінші салы спорт мектептер директорларына көптеген рахметтер айтамыз. Сондай спортшыларымызды жарыстарға барып келуіне үлкен үлес қосып отыр. Hamda және бір рахмет айтатын университет, hamda Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институт деканлары, яғни КМУ деканы Нетпей аға, НМП деканы Аман ағамызға көптеген рахметтер айтамыз. Спортшыларымызды жарысқа баруына әммесі қолдан келгенше көмектесіп тұрды біздерге. Октагон лигаға шығуымызға да көптеген жәрдем берген Сабер компаниясы, яғни Атабек Ашыровқа да үлкен миннеттаршылығымызды білдіреміз. Және Жүзу федерация, яғни Қайрат Набиев, Сухраб Усманов, Ықпал Камил ағаларымызға да үлкен рахметтер айтамыз. 26-да да қаласек, Қамбазар қандай затла істеп бере алады? Қамбазар Қауындерлік істей ала ма Октагон лигаға? Қауындерлік істейміз. Толық. Ханбазар магазинде спортсмендерді қолдап қуаттаудан шаршамайды. Біздер спортсмендерменен бірінші болып Хашим Хумаюн, Катамов Амирлерменен жұмыслар бастап, кейінгі октагонларда одаға келсе Боспорт академиясы, National Team команда Ханбазарды одаға келсе біргекті көплеу көріп басылайсыз енді. Қамбазардың эмблемасын көтеп шығамыз одаға келсе Октагон лигаларға. Мәселен, ММА-ға 26 жылға birlikte жұмыс істеуге Бюрюни район Спартак спорт клубы, яғни ата-жанның балаларымен совместно жұмыс істесе қалай, балалар жақсы ма, қалай? Бюрюнидің кеше последний болып өткен декабрьдің 28-29 күні аралығында болып өткен ішкі істер министрінің кубогында Бюрюнидің Спартак клубы балалары жақсы нәтиже көрсетті, һәм жақсы өздерін көрсете алды. Улыман балалары тренировке қатты даярланып келген көрініп тұрды. Балалар жақсы. Құда қаласа олармен істесіп не қылсаған балалары күшейіп. Құда қаласа алдымызда 26 жыл мәселе Спартак спорт клубы һәмде Боспорт файтинг академиясымен біргелікте мәселе сборлар шөкімдестірсек, мәселе бірге достық ұшырасуларын өткізсек, мәселе ОПМА-лардың уақытында бірге істесек, жақсы нәтижелер болады ол кездері вообще. Hamımız ертең айланып келгенде мәселен бір команда болып шығамыз. Құда қаласа 2026 жылы Октагон лигаменен контракт түзуге екі спортшымыз ұсыныс еттік. Контрактларын құда қаласа 4 бойға контракт беруге келісіп алдық. Яғни Хашим Хумаюн hamda Қадамов Амирлерге 4 бойдан контракт аламыз. Халқымыз қолдап қуатлап тұрса, жақсы бойларды көрсетіп, жеңісті күндеріміз алдымызда еді құда қаласа. Сөйтіп Нүкіс Open халықаралық жарысы Нүкісте өткен жылы өткізген едік. Жақсы уровенде өткерілді. Яғни қанша спортшы, ең көп спортшы қатынасқан Өзбекстанның турнирлерінің бірі. Сол жарыс 2026 жылдан бастап халықаралық рейтинг беретін жарысқа кіріп жатыр. Яғни шетелдерде өткізетін гран-при сондайларда рейтинг очко берілетін жарыс бар.
өткізіліп жатыр. Құдай қаласа. бір мақтаныш. Ал үлкен Нүкіс қаласында мысалы біздер қазір Францияға, Италияға өткенде Абу-Дабиге барып келіп жүрген жарысымыз енді Нүкіс қаласында. Және бір қуанышты жаңалығымыз бар. Қазақстанның Степе Warriors MMA лигасы менен контрактке әмде совместный жұмыс істеуге келісіп алдық. Құдай қаласа апрель, май айларында Нүкіс қаласы амфитеатрында Степе Warriors'ың MMA лигасын беру планластырып жатырмыз. Мына көпшік. Нүкісте лигада Шем Құмайын, Қадам Амир, Баука Табын, Тимур бар Базарбаев, солардың бойларын живой көзіңіз барып амфитеатрда отырып тамашалай аласыз. Қазір әммесілердің бойларыңызды YouTube-тан, Instagram-нан сол арқылы көріп отыру. Әне живой қаралбақ үшін сондай лиганы өзімізге алып келейік. Профессионал лиганы. Әкелейік пе, әкелмейік пе? Ойлап көрейік. Ерте январдың 20-сына Octagon Selection болады деп жатыр да. Құшыларымызды Жақсылық, Абзал, Оразбай, Ислам, Хамдек, Сейтмұрат, Алпамысларды алып барсақ. Алпамысқа. Афиктің фамилиясы емес. Сейтмұрат Алпамыс дұрыс. Мен дұрыс айтып тұрмын. Біздер алдын тек jiu-jitsu бойынша жұмыс алып бардық. 2025 жылдан бастап MMA спорт түріне де спортшылар шығарып бастадық. Яғни 1 февраль күні Алматы қаласында өткен Octagon Selection'да Қадам Амир қазақстандық спортшыменен түсіп 20 секундта нокаутқа ұшыратып жеңіске ерішті. Андай Octagon Selection'да 2 победа, досрочный победа Амирде. Кейін Octagon лигаға жолдама алды. Анда Octagon лигада өкінішке орай жеңіске ұшырады. Анда оның ізінде Степе Warriors Самбек сентябрь айында Octagon лигада жеңіске ерішті. Ондай Octagon лигаларда Қаралбақша қосықпенен шыққан бірінші спортшыларымыздың бірі. Олар да өзіміздің клубымыз атынан шығып отыр. Кіріп келе жатырған 2026 жыл әммеңізді байраммен құттықтаймыз. Андек 26 жыл еріс алмай қалған жұмыстарыңыз болсын, арзу ниетлер болсын, әммесіне 2026 жыл ерісе берің. Ойлаған ниетлерін әммеңіз 2026 жыл ерісуіне тілектесіміз. Зносты айтпадыңыз ғой. Знос деген жер. Знос. 300 мың шотты береміз қазір. Келатқан 2026 жыл бүткіл халқымызға үмітлі, бергелі жыл болсын, еліміз таныш, өміз мол болсын. 2026 жыл дәлесі спортшыларымызға бір үмітлі жыл болып келе берсін. Әммен семьяларыңызда ауызбіршілік тілеймін. Кіріп келе жатырған 2026 жылменен баршаңызды мен шын жүрегімізден құттықтаймыз. 2025-де еріс алмаған арзуларыңызға, ниеттеріңізге Құдай қаласа 2026 ерісіп 2026 баршамыздың үмітлі жыл болсын. Баршаңызды байраммен шын жүрегімнен құттықтаймын. Біздердің 2025 еріскен нәтижелерімізді біреу айтылсақ,